Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Расында, Рамазан айы бос өтпей, жемісті деп пайдалы өту үшін не істеуіміз керек? Рамазанға дейін мақсат қоюымыз керек. Яғни, ең алдымен осы айда неге қол жеткізу керек екенін жазыңыз. Рамазан жаңа әдеттердің қалыптасу айы болғандықтан, бір нәрсені істеу оңай болатын ай. Выполнить какое-то дело. Рамазан бастамалар айы, сезім айы. Рамазан бірдеңе жасауға болатын, өзгеруге тамаша уақыт. Рамазан айы 29-30 күнге созылады. Сондықтан осы айда әдетті орнату өте оңай. Психологтар айтқандай, әдет 21 күнге бекітіледі. Или мы хотим начать Рамадан, или мы начнем Рамадан, она за этот месяц что сделает? Закрепится у нас. Сондықтан бұл ай жақсы өту үшін барлығына жай ғана емес, алға басуға кеңес берем. Атап айтқанда, осы айда армандаған мақсаттарыңызды жазып алыңыз. Оны дәптерге жазыңыз. Сізге қажет нақты мақсаттарды қойыңыз. 10 нәрсені жазып алыңыз. Осы 10-ның ішінен ең маңызды 3-ін таңдаңыз. Осы 3-нен бір маңыздысын таңдап аласыз да, егер сіз шешсеңіз, сіздің барлық басқа мақсаттарыңызға әсер етеді. Сондықтан бұл жағдайда Рамазанда бір жыл бойы кейінге қалдырған, бастай алмайған нәрсені бастау оңай. Рамазан айында намаз оқу оңай. Рамазан айында орамал тағу оңай. Рамазан айында жалпы бәрі оңай. Сіз жыл бойы қарым-қатынас орната алмаған адамдармен пайдалы және дұрыс қарым-қатынас орнату оңай. Рамазан өзіңді өзгертуге арналған тамаша ай. Әрине, Рамазанның қорқынышты екендігімен келісемін. Өйткені мен қалай ораза ұстаймын? Осы 30 күн бойы аштыққа қалай барамын? Деген ойлар мазалайды. Рамазан кішіпейілділік айы, өзін-өзі өзгерту айы. Бұл айда ораза ұстауымыз арқылы Алла тағалаға келеміз. Бұл айда рухани жанымызға жұмыс жасау арқылы өз дүниемізге кіреміз. Көбінесе адам жалғыз қалудан қорқады, яғни жалғыз қалудың жазасынан қорқады. Неліктен? Өйткені өз әлеміне сүңгіп отырып, ол көп кемшіліктерді көреді, көптеген проблемаларды көреді. Ал біздің қобалжу 2-3 заманымызда адамдар көбіне өзін, өз мақсатын, өз идеяларын ұмытады. Олар өз-өзіне есеп бермейді, өздері туралы айтпайды. Осы айда не жоғалтқанын, өміріне не жоғалтады, не ұтқанын ойламайды. Сондықтан бұл айда өз-өзіңе терең кіріп, ойланып көр. Не деп айтатыныңды, қалай өзгергің келетінін, неге қол жеткізгің келетін және алдыңа сол мақсаттарды қой. Болашағыңды өзгертетін мақсаттарды ойластырған жөн. Сондықтан Рамазан айы өзгеру айы. Өзіңізді өзгертіңіз, батыл болыңыз, жақсылыққа ұмтылыңыз. Өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға айналыңыз.